Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге сұлы туралы айтатын болам. Сұлы адамға күш беретін дәнді дақылдың бірі. Халықтық медицинада қаншама жыл тәжірибеден өткен сұлының қай дертке болмасын шипасы тиеді. Оны қайнатып та, езіп те, ботқа жасап та, салатқа қосып та пайдалануға болады. Сұлы ботқасы шотландықтардың ұлттық тағамына айналған, Голливуд жұлдыздарына да кеңінен тараған ас. Олардың сымбатты, сұлу болып көрінуінің бір себебі осы тағамды тиімді пайдалануынан. Құрамында биотин дәрумені мол болғандықтан оның теріге пайдасы мол, әрі дерматит ауруына да шалдықтырмайды. Арықтағысы, сымбатты көрінгісі келетіндер сұлы жармасынан жасалған сұйық және жабысқақ ботқаларды жеп жүреді. Сусымалы ботқаларды суға немесе сорпаға қайнатып пісіріп пайдаланады. Ботқа балалар үшін де дәмді, оған жеміс-жидек, кейде даршын қосып та сәбилерді қызықтыруға болады. Сұлы бүкіл ағзаны жалпы нығайтатын қасиетке ие. Оның құрамындағы дәрумендер мен минералдардың үлкен тобы бар. Айы дәрумендері шаш пен тырнақтың өсуіне, саулығына, терінің серпімділігіне пайдалы болса, В дәрумені жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне әсер етеді. Асқазан ішек жолдарына да оң ықпал етеді. Күрделі көмірсуларды глюкозаға айналдырады. Қан құрамындағы қант деңгейін азайтады. Сондықтан сұлыны қант диабетіне шалдыққан адамдардың тұтынғаны жөн. Сұлының пайдалы қасиеттерінің бірі ол организмдегі артық сұйықтықты шығарады. Ісінумен қоса зиянды заттарды да шығарады. Бұл жағынан сұлыны ұзақ медикаментозды емнен кейін пайдаланған жақсы. Сонымен қатар ол несептас ауруымен де күресуге көмектеседі. Сұлы сүті туралы естіп көрдіңіздер ме? Сұлы сүті өте пайдалы тағамдардың бірі. Оны кәдімгі дәріханадан да алуға болады. Ендеше орасан зор пайдасы туралы сіздерге таныстырып өтейін. Сұлы сүті несеп айдайтын және өт айдайтын табиғи тамаша құрал. Суық тию, тұмау ауруларында да небәрі 2-ақ күн ішінде жөтеліп асады. Зат алмасуын жылдамдататындықтан мұндай сүттің көмегімен оңай арықтауға болады. Егер сұлы сүттің тоник орнына не бет жуатын құрал орнына қолдансаңыз, оның құрамындағы антиоксиданттар мен А және Е дәрумені теріні жақсартып, сау әрі әдемі етеді. Сұлының құрамында кальцийдің көп мөлшері бар. Сондықтан сүтті тұрақты түрде пайдалану арқылы тісіңіздің, шашыңыз бен тырнағыңызды сау ете аласыз. Сусын қан құрамындағы холестерин мөлшерін азайтып, жүрек қан тамырлары жүйесін жақсартады. Сұлы сүті ағзадан артық сұйықтықты шығарып, бауыр мен бүйрекке жақсы әсер етіп, ісінуді басады. Ол тыныштандырады, ұйқысыздық, шаршау, күйзелісте көп көмектеседі. Бүгінге пайдалы ақпараттар тізімі осымен тамам. Егер сіздерге бір пайдам тисе, ақпарат ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.